Бізге сырттан жау керек емес. Өйткені бізде мүмкіндік болса, өз бауырыңның етін жейтін қазақпыз. Оны неге екенін айтайын ба? Естеріңізде болса, Тараз бен Арыс қаласында жарылыс болған кезде 2000 теңге, 1000 теңгеге келіп жүрген таксилар, жалпы машиналар адам басын 20 000 теңгеден таситын қазақпыз. Ақшасы жоқ болып жаяу кеткен қазақтарға 500 теңгелік суды 5000 теңгеге сатқан қазақпыз. Бәрінің қалаға қарай қашқанын көріп, осы Шымкенттен жалпы барып, басқа қалалардан барып, тонайтын қазақпыз, яғни үйлерін тонаған қазақпыз. Карантин кезінде антибиотик пен ембердің бағасын 20 есеге қымбаттатып, соны өз бауырларына сатқан қазақпыз. Масканың 5 теңге тұратын масканы 500 теңге, 1000 теңгеге сатқан қазақпыз. Қаңтар оқиғасында үлкен мәселе қозғалып көтеріс болып жатқан кезде тонаған магазиндерді тонайтын қазақпыз. Енді көрші елде соғыс болып, ол жақтан адамдар ағылып жатқанда өз қазағын шырылдатып үйден қуып, ақша үшін орысты бауырына басқан қазақпыз біз. Айналайын, басқаша қазақтар, который иманы жоқ, ақшадан өлген қазақтар, сіздерге айтарым, Аллахтың ең үлкен қаһарына шалдығуларыңызға тілектеспін. Аурудың ең ауруына шалдығуға тілектеспін деп тілек айтамын сіздерге. Неге? Осындай қиын қыстау уақытта неге сіздер өз бауырларыңызды, өз мұсылман бауырларыңызды былай айтқанда қолданып, содан ақша жасайсыздар. Неге біз сондай қазақпыз? Мен кәсіпкермін, бірақ мен соншалықты ақшадан өлмегім.